Мынау Түркия парламентіндегі жағдай. Онда билеуші партия мен оппозицияның депутаттары Ердоғанның басты қарсыласы ұсталған соң қақтығыс шығарды. Ал содан бері елде көтеріліс басталды. Түсіндіріп өтейін. Жаппай наразылықтар Стамбул мен Анкарада басталды. Себебі Стамбул мэрі және Ердоғанның басты қарсыласы Экрем Имамоглу қамауға алынды. Ипламаян Тайипче кім секірмесе, сол Ердоғанның жақтасы деген мағына береді. Ал қазір Түркияның көшелерінде мыңдаған адам секіріп жатыр. Мәселенің байыбына бару үшін Имамоглу деген оппоненті кім екеніне тоқталайық. Оны көбіне Түркияның ірі зайырлы қалаларының тұрғындары қолдайды. Ол Ердоғанның 20 жылдық билігіне бәсекелес саясаткер. Экрем Имамоглу 54 жаста, 2019 жылы Стамбул мэрі болып сайланған. Ердоған сол кезде оның жеңісін мойындамай қайта сайлау өткізді. Алайда Имамоглу қайтадан жеңді. Оның үстіне көбірек дауыс алды. Түркия билігі басты оппозициялық саясаткерге қысымын жалғастыруда. Оны қамауға алғаннан кейін оның Имамоглу Construction құрылыс компаниясын тәркілеп, мемлекеттік бақылауға беру туралы шешім шығарды. Прокуратура мәліметінше, компания қаржылық алаяқтыққа қатысы бар деген күдікке ілінген. Бұған дейін Имамоглудан дипломын тартып алған. Бұл оның 28 жылғы президенттік сайлауға қатысу мүмкіндігін шектейді. Оған коррупция және Түркияда тыйым салынған Күрдістан жұмысшы партиясымен байланысты деген айып тағылған. Алайда Имамоглудың қамауға алынуы халықаралық резонанс туғызды. Ал әлеуметтік желілерде қарапайым халыққа қысым күшейген. 2023 жылы Имамоглу президенттікке үміткер болғысы келген, бірақ оған қарсы қылмыстық іс қозғалды. 2028 жылы Ердоғанның басты қарсыласы болады деп күтілді. Бірақ бұл қамауға алу Ердоғанға қиындық әкелуі мүмкін. Қазірдің өзінде Түркияда жаппай көтеріліс басталып жатыр. Алда не болатынын Ақылтай Ньюс телеграм арнасынан оқи аласыз, сілтеме профильде.